Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес каналында денсаулық пен жастықты сақтау үшін әйелдерге қандай дәрумендерді қабылдау керектігі жөнінде айтатын боламыз. Әйелдер үшін ең жақсы дәрумендер А, С, Е дәрумендері. Бұлар еркін радикалдармен күресуге көмектесетін сұлулық дәрумендері саналады. Сыртқы келбетіміздің ең жақсы одақтастары. В тобының дәрумендері теріден бастап гормондарға дейін ағзаның барлық функцияларына әсер етеді. Д дәрумені, оны сұйық күн шуағы деп те атайды. Бұл ультракүлгін сәулелердің әсерінен өндірілетін дәруменнің тап өзі. Әйелдер үшін Д дәрумені әйел гормондарының метаболизміне қатысатындықтан өте маңызды рөл атқарады. Магний ең маңызды минералдардың бірі деуге болады. Ағзаның 300-ден астам процесіне қатысады. Омега-3 несеп жыныс жүйесі мен қан тамырларының саулығын қолдап отырады. Жалпы 40 жастан асқан әйелге нені қабылдау керек? 40 жастан кейін жоғарыда көрсетілген дәрумендер мен минералдардың көлемін ұлғайту керек. Себебі бұл уақытта олардың өндірілуі төмендеп, тиісінше ағзаның оларды қажетсіну көрсеткіші артады. Жоғарыда көрсетілген дәрумендерге келесілерді қосқан жөн. Биотин, оны шаш пен тырнақ денсаулығына арналған дәрумен деп те атайды. Кремний, коллагеннің өндірілуін қолдайды. Коллаген терінің созылғыштығына жауап береді. Гиалурон қышқылы тіндердің созылғыштығына жауап береді. Әсіресе буындар мен терілерге жақсы. Ал 50 жастан асқан әйелге нені қабылдау керек? 50 жастан кейін жоғарыда көрсетілген дәрумендер мен минералдардың тәуліктік қажеттілік мөлшері артады. Келесі қоректік заттарды қосу ұсынылады. Кешкі наурызгүл майы әйел денсаулығының тағы бір жақсы досы саналады. Индол 3 карбинол айқас күлгілер тұқымдас көкөністердің құрамында болады. Ісікке қарсы қасиеттері бар. Соңғы бірнеше жылда медицина қызметкерлері мен ғалымдар денсаулық пен жастықты қолдап отыру үшін пептидтердің тиімділігін мойындады. Пептидтер жасуша деңгейінде әрекет ететін амин қышқылдарының қысқа тізбектері. Пептидтер дәрумендермен бірлесіп тамаша нәтижелер көрсетеді. Алайда дәрумендер мен минералдарды қабылдауға мүмкіндігіңіз болмаса, тек пептидтерді ғана қабылдаңыз. Олар сіздің жасушаларыңызды барлық қажетті амин қышқылдармен қоректендіріп, жасушаңызды қысқа мерзімде қалпына келтіреді. Амин қышқылдары бұл планетамыздағы барлық тірі ағзаларда бар зат, ағзамыздың іргетасы. Дәрумендердің пайдасына тоқталып өтейік. А дәруменінің пайдасы. А дәрумені әйелдер үшін ең жақсы дәрумендердің бірі болып табылады. Бұл дәрумен теріге жақсы әсер етеді. Оның созылыңқы, шымыр, тегіс болуын қамтамасыз етеді. Көздің көру қабілетін бұл дәруменсіз елестету мүмкін емес. Сондықтан көзі нашар көретін адамдар үшін өте пайдалы. Иммунитет жағдайы да осы дәруменге тікелей тәуелді. Ағза жеткілікті мөлшерде А дәруменін қабылдау үшін көкшөп пен етті көбірек тұтынғаны абзал. Сонымен қатар бұл дәруменнің көп мөлшері шикі сәбізде, бауырда, балықта, жұмыртқа мен сүт өнімдерінде бар. В дәруменінің пайдасы. А дәруменімен қатарласа В дәрумені орналасқан. В дәрумендер тобы әйелдерге арналған ең пайдалы дәрумендердің тобы. Олардың қатысуымен ағзаның күш-қуаты молаяды, ұйқының қалыптылығын қамтамасыз етеді, күйзелісті жеңуге көмектеседі. Сыртқы келбеттің қалыпты болуы көп жағдайда дәл осы В дәруменіне де байланысты. Осы дәрумен арқылы адам денеге күш түскенде жеңе алады, түрлі вирустық аурулармен күресе алады. Адам В дәруменін келесі тағамдардан тұтына отырып қабылдай алады. Бауыр, түрлі ет, балық, бұршақ, сүт өнімдері және дәнді дақылдар, жұмыртқа және жасыл түсті көкөністер. В дәрумендер тобы әйелдер үшін ең пайдалы дәрумендер. Оның қатысу арқылы ағзаның күш-қуаты молайып, жақсы жұмыс жасайды. С дәруменінің пайдасы. С дәрумені адам терісінің саулығы үшін коллагеннің көзі саналады. Ол радикалдармен белсенді күрес жүргізу арқылы қартаю процесін баяулатады.
Ағзада С дәрумені болмаған кезде суық тию ауруларын тиімді емдеу мүмкін емес. Мықты иммунитет және ұзақ өмір сүру бұл аталған дәруменнің шынайы серіктестері. С дәруменінің көп мөлшерін цитрус жемістерінен және шикі көкөністерден жинауға болады. Денеге күтім жасауға арналған косметикалық құралдарда да С дәрумені көптеп кездеседі. Д дәруменінің пайдасы. Терінің жай күйіне қамқорлық жасап, оның ылғалдылығына жауап беретін тағы бір орнын өзге баса алмайтын дәруменнің бірі Д дәрумені. Адам сүйегі Д дәрумені арқылы кальциймен байытылып, остеопороз сынды аурудың дамуына тосқауыл бола алады. Әйелдердің етеккір циклі кезіндегі ауырсынуларын төмендетеді. Бұл дәрумен балық майында өте көп болады. Сонымен қатар ет, балық және жұмыртқада да бар. Е дәруменінің пайдасы. Бұл компонент адам терісінің жай күйіне жауап беретін барлық дәрумендермен іргелес және тамаша үйлеседі. Бұл дәрумен ағзаның қартаюы мен сіңірілуі, ультракүлгін сәулеленудің әсерінен қорғау қызметтерін орындайтын жасушалардың өсуін ынталандыру және олардың жаңаруы сияқты бір қатар маңызды процестерге қатысады. Е дәрумені антиоксиданттың ерекше қасиеттері арқылы білінеді. Ағзаны жеткілікті Е дәруменімен қамтамасыз ету үшін өсімдік майы, астық дақылдары мен жаңғақты көп жеу керек. Ф дәруменінің пайдасы. Бұл дәруменге әйелдердің айрықша сүйіспеншілігі оған сұлулық дәрумені деген атауды белгілеп беріп отыр. Ф дәрумені арқылы ағзадағы майлар ыдырайды. Ол шаш пен терінің жай күйіне жауап береді. Сондықтан оны косметологияда пайдаланады. Өсімдік майлары бұл дәруменге өте бай. Жалпы дәрумендер ағзадағы зат алмасу процестерін реттеуге қатысады және әйелдердің барлығына бірдей қажет. Дегенмен қандай дәрумендерді және қандай мөлшерде қабылдаған дұрыс, денсаулық жағдайына, физикалық белсенділікке және жасқа байланысты анықталады. Дәрумендердің басым бөлігін егер әйел өзіне тиісті көңіл бөліп, салауатты өмір салтын ұстанып, зиянды әдеттерден аулақ болып, дұрыс және сан алуан түрлі тамақтанатын болса, ағза аспен бірге алып отырады. Сондықтан дәрумендердің, минералдар мен қоректік заттардың көмегімен ағзамыздың қорларын қалпына келтіру аса маңызды болып саналады. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.